Студенттік өмір шіркін қызық емес пе? Бірінші курсқа түскенде бәрі де қызық болады. Қысқы сессияны жапқаннан кейін бірге оқитын құрбым өзінің ауылына шақырып қоймады. Ал өзім болсам сонау Ақтаудан келгенмін. Жолдың өзіне бірнеше күн кетеді. Сонымен не керек, құрбымның ісін қабыл алып, Қарқаралы қайдасың деп жол тарттық. Bir күн құрбым маған, менің бір туыс әпкем бар, жалғыз өзі тұрады. Сол кісінің үйіне барып қайтайықшы деп өтінді. Үлкен кісі қалай жалғыз болуы мүмкін деп сұрадым. Сонда құрбым, махаббатта жолы болмаған адам қу тізесін құшақтап жалғыз қалады деп айтты. Мұны естіген соң құрбымның әпкесін көргенше асықтым. Кішкентай ғана үйге келдік. Есіктің алдын қар басып қалыпты. Ауланың қарын күрейтін адамның жоқ екені бірден көрініп тұр-ақ. Есікті ашып кірдік. От жағатын бөлмеде сарғайып ескірген бір жапырақ қағазды көкірегіне қойып, бетін жас жуған әйел теңселіп отыр. Бізді көріп, балаша қабалақтап орнынан зорға тұрды. Амандаспай жатып, құрбымның маған жазған хатын оқып берейін ба? Деді. Құрбым әпкесін құшақта, әпкетайым менің, оқи қойшы тыңдайық деді. Ал әпкесі болса, мен сенің әпкең емеспін. Менің жасым 18-де, сенен жаспын дейді. Хаттағы әрбір сөзді, әрбір өлең жолдарын оқып, егіліп жылайды. Кейін құрбым Ақерке әпкенің басынан өткен оқиғасын айтып берді. Махаббаттың азабына батқан әйелге қатты жаным ашыды. Арманда кеткен махаббатты қайта ораларда екі көзі төрт болып терезеге қарап қаншама жылдарды сарп етті. Құрбымның әңгімесін осы жер арқылы оқырманға жеткізуімді жөн көрдім. Қыстың соңғы айы күн ұясына батып барады. Айнала ақ мамыққа оранған, далада аяз бет тартар емес. Ақерке терезеден сыртқа көз тастады. Көрші үйдің келіні қолында шелек толы суы бар үйіне қарай беттеп барады. Жеделбай қарт малдарын қораға қамауда. Осынау ақпанның ызғарлы желі оның махаббат отын бірге алып кетті. Ол ой жетегінде отырып, өткен күндерді еске алды. Иә, ол кезде мектепті жаңа бітіріп, әркім өз қалауымен бірге оқуға түсті. Біреулері өндірісте еңбек етуге тілек білдірген. Ақеркеде арман қуып Астанаға оқуға аттанды. Ақ арманы орындалып, мұғалімдер дайындайтын институттың сырттай бөлімінің студенті атанды. Сессиясын ойдағыдай тапсырып, туыстарының қалада қалып жұмыс істе, қаланың өмірімен танысасың дегеніне қарамай, туған ауылына жүріп кетті. Сол кезде сиқырлы күш Ақеркені ауылына тартып тұрғандайтын. Бір нәрседен құр қалатындай үйіне жеткенше асықты. Сөйтіп ауылдық мектепке жұмысқа орналасты. Қараша айы болатын. Бірге оқыған сыныптас ұлдары әскер қатарына шақырылып жатты. Олардың ішінде Азамат та бар еді. Ауылда өтетін ойын-сауық кештеріне Азаматпен бірге баратынды. Сондай әсем кештердің бірінде Азамат Ақеркеге өз сезімін білдірді. Балалық па, әлде махаббаты жете түсінбеушілік пе, жауабын беруге асықпады. Күндер тоқтаусыз зымырады. Сондай күндердің бірінде Азаматтың көлік апатына ұшырап қайтыс болған жөнінде суық хабар шағын ауылға лезде тарап кетті. Ақерке бұған сенер-сенбесін білмей, жүрегіне біреу ыстық шоқ басып алғандай күй кешті. Хабарды естігеннен кейін Ақерке жұмысқа барып келген болмаса, жұмыс істеп те жарытпады, тамаққа да тәбеті шаппады. Ұйқы деп ұйқының да мазасы болмады. 18 жас көктемнен о періштем, қол бұлғадың кештеу маған, қоштасайық, қош бол, жаным, қош бол, менің пәк арманым деген жыр жолдарындағы сөздер Азаматқа арнап жазылғандай сезінді. 18 жас. Қыршыннан қиылған, қайран 18 жас. Тағдыр неткен қатал едің. Оған деген өзінің сезімін білдіре алмағаны, айтар сөзін айта алмай, арманда кеткеніне өкінеді. Сол кезде ауылына асыққанда Азаматтан айырылатын жүрек шіркін сезді ме екен. Тұтанбай жатып, сөніп үлгерген махаббаттың қайғылы аяқталғанына кім білген. Сағаттың тіліндей тоқтаусыз өмір өтіп жатты. Ақерке Астанаға оқуға жүріп кетті. Мың сан халықтың ішінде елеусіз болып жүре берді. Бірақ Ақеркенің мұңлау көздерінен бір өкініштің барын жақын досы
Анар да сезетін. Сабаққа да зауқы жоқ. Бір күні сабақтан соң Анар Ақеркемен ұзақ әңгімелесті. Ақерке болған жайды құрбысына түгел баяндап берді. Көзіне келіп тұрған ыстық жас моншақтай төгілді. Анар да көз жасына ерік берді. Досының қазасы Анарды қатты тебірентті. Ақеркеге деген көңіл жұбанышын өлеңдеумен білдірді. Осы өлең шумақтары арқылы Анар Ақеркеге махаббаттың ол сезім екенін, адамзат баласы өлгенмен махаббаттың мәңгі болатынын түсіндіргісі келді. Сен жыладың, оны шексіз сүйгенімді, аңқау басым енді ғана білдім деп, ол сезіммен мұңайғанда, мен ойланбай күлдім деп, ақымақты өршіл тіке жүрегімен келісіп, махаббатты түсіне алмай жүрдім деп. Енді дейсің, онсыз өмір емес, мына думан дүние деп, онсыз тіпті көңіл демес, онсыз міне жүректі арман, ойда қиял, көзімде елес, ол бар кезде бақыт дедім, еш қайсылсыз көңіл тоқ, енді міне онсыз көктем емес, гүл бақшада көрік жоқ. Өзің жылап, жұбатардай менен жауап күтесің, нені құлғынып, нені түсініп, мәнін білем мен ненің. Көзі барда сырын ұқпай, жарын ұқпай қинайтын, көзі барда сыйын білмеу, әдеті ғой пенденің. Пешенеңе жазылғанын көресің ғой қайтесің, көріп бедің, бақыттың өз бақытын сатқанын, көріп бедің, өткен күннің оралғанын қайтадан, көріп бедің, жұлынған гүл қайта бүршік атқанын. Иә, сенің мұңдылау махаббатың сол бір ерте сөнген гүл жүрек иесі жайлы тағдыр мені ойлантып кетті. Әлде бір сұраулы сілкілер ойлар қатты ойсыратты. Ішімнен қатыгез тағдырға ма, әлде әділетті десек те әділетсіздеу өмірге ме, әйтеуір әлдекімге, әлденеге қатты ренжідім. Өмірді бақытынан қайғысы көп, күлкісінен көз жасы артықтау өмірді тағы да жүк көріп кеттім. Неткен жалған десеңші, сенің мұңдылау да сөзді үніңнен, мөлдір тұнық көзіңнен адамшылықты, пәк адалдықты сезінем, өзіңе сенемін. Түбінде осы адал, ақ махаббатың үшін жүрек жеңісіне жетерсің, сенемін. Мына шумақтарды өзінің сыршыл сезіміңе және соңғы кезде жоғалып бара жатқан қасиетті махаббатыңа арнадым. Сенің сол сөзіңнің елес, оған және сенің мөлдір жанарыңның сыры. Бәлкім бұл шын мәніндегі өлең емес шығар, бірақ бұл сезімді жырлау. Қайтесің, көп мұңайып, көп жылай берме, себебі бәрі де пайдасыз. Қайта басыңды жоғары ұста, мына жолдарды оқышы күнім. Жылама досым, жасыңды маған көрсетпе. Тағдырың ащы, дәм тұзын татып жүрсек те, біреулер аяп, мүсіркемеу үшін өмірде, өзіңді тек бақыттымын деп есепте. Құрбың Анар деп жазылған екен. Бірақ Ақерке әпке оқуын бітіре алмады. Азаттың қазасы оған ауыр соққы болып тиіп, қатты сырқаттанып жатып қалды. Міне, содан бері өзін бала секілді сезінеді екен. Сүйгеніне жете алмай құсадан қатты ауырды деген сөз жолдарын тек жазушылардың кітабынан ғана оқитынмын. Қарап отырсам, өмірде де мұндай қайғылы оқиғалар орын алады. Тұтанбай жанып сөнген махаббаттың қасіретін тартып жүрген аруларымыздың барына көз жеткіздім. Ақерке әпкенің қасіретін қазақ қыздарына бермеуді бір Алладан сұрадым. Арманда кетпей, сүйгенінің қолынан ұстап, жаңа өмірге қадам басу керектігіне көз жеткіздім. Ақерке әпке секілді қапыда қалып, өмірінің соңына дейін қайғырып кетпеуді ойлаған абзал. Сіздің де осындай бастан кешкен қызықты әңгімелеріңіз болса, комментарияға мен деп жазсаңыз, мен өзім сізбен хабарласамын. Немесе номеріңізді қалдырып кетіңіз. Мен міндетті түрде сіздің оқиғаңызды осылай бөлісетін боламын.